Өзбекстанда Мұхаммад Садық Мұхаммад Юсуф деген үлкен ғалым кісі дүниеден өтті ғой. Сол кісінің бір сөзі бар, баласына айтқан. Балам дейді, мына дүниеде сондай Аллаға үмітің болсын дейді. Осы бүкіл әлемнің халқының күнәсі сенің мойныңа ілініп қалса да, ойлаңызшы, бүкіл әлемнің халқының барлығының күнәсін саған артып тастаса да, Құдайдың алдына барып, Алла тағала мені кешіреді деген үмітте бол дейді. Соншалық үмітте болу керек. Ал енді осының антонимі қарама қарсы. Және де бүкіл әлем халқының сауап ісінің бәрі саған мойныңа ілініп қалса да, Құдайдан қорқа біл дейді. Алладан басыңды иіп қорқа біл дейді. Осы екі шекараның арасы сіздің Аллаға деген иманыңызды білдіреді. Басыңызға түскен қиыншылық, ауыртпашылық Алланың алдында еш нәрсе емес ол. Сіз қолыңыздан келгенін істеп, Аллаға тапсыра біліңіз. Алла тағала қалғанының бәрін өзі реттейді.